Хузайфа радиаллаху анху деген сахаба болады. Ол бірде бала шағасын бағудан қатты қиналып қалады. Яғни тапқан таянғаны бала шағасына жетпейді. Несібеден тарылып қалады. Сосын оның жағдайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам естіген кезде Хузайфаға қарап: "Ей Хузайфа, неге истиғфар айтпайсың? Мен күніне 100 рет истиғфар айтамын ғой" деген. Истиғфар айтпайсың ба, ей Хузайфа деген. Яғни сен қиыншылықтан, таршылыққа тап болсаң, истиғфар айт. Алладан кешірім тіле, сен таршылықтан шығасың ғой деген. Истиғфар дегеніміз қазақша айтқанда бұл Алладан кешірім сұрау деген сөз. Яғни пенде Алла тағаланың құлы ретінде біз әрдайым Құдай тағаладан кешірім сұрап жүрміз керек. Истиғфар айту ауыр нәрсе емес. Сіз көлікте кетіп бара жатсаңыз да, сіз үйде отырсаңыз да, кез келген уақытта астағфираллах азим, астағфираллах деген сөздерді айту, ол өте тілге де жеңіл, және ол сіздің руханиятыңызды да тазалайды, өзгеге жамандаудан да тыяды. Сізді керісінше тіліңіз зікірде Алланы ұлықтауда болса, иншалла Құдай тағала сізді кез келген таршылықтан шығарады иншалла. Сондықтан истиғфардың пайдасы көп. Біз истиғфарды көп айтайық. Истиғфарды көп айтсақ, дұғамыз қабыл болады. Истиғфарды көп айтсақ, біз қандай қалауымыз бар, қандай арманыңыз бар, сол истиғфарды айтыңыз, сол арманыңызға жетесіз иншалла. Алла мені кешіре көр деп қазақ тілінде де, араб тіліндегі нұсқасында да айта берсек болады. Ең бастысы жүрек тілмен айтуымыз керек. Жүрекпен айтайық. Жүрекпен айтып, шынайы пейілмен Құдай тағаладан кешірім сұрасақ, Алла бізге бәрін беруші иншалла. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин.